егер отбасы болатын болса, ол отбасыға бір адам жауап береді. Құдайдың алдында да, адамның алдында да. Ол кім? Ер азаматтар жауап береді. Ой, әйелім өзі тыңдамай кетті, ой, өз бойын сынбай кетті, ой, өз солай болды, анау араласып кетті, елдің сөзі араласып кетті деген бәрі өтпейді. Қалай болғанда да ер азамат біздің ұстанымымыз шариғатқа сай болған кезде отбасымыз тыныш болады. Біздер қашан осылай шариғат бойынша неке тақырыбын біліп, сол бойынша отбасымызды қарамайтын болсақ, онда отбасымыз құлдырай бастайды. Отбасымыз. Сол себепті бұған өте осылай дұрыс қараңыздар. Көп жерде айтып жүреміз, біздің отбасыға дайындығымыз көбінесе сол тойдың айналасында өтіп кетеді өзі. Елдің бәрі сол үйленсейші дейді, үйленен болды, қыз тапты деп табылады, бір машина тапқандай қылады. Тойды белгілейді, сонымен неше адам шақыратын, қай жерде той өткізетінін. Сонда отбасыға дайындық сол тойдың маңайымен аяқталып жатыр да. Бұл той бітті, ал енді елдің бәрі ол 2 жастан не тілеп жатыр енді қалай да болсын бақытты болуың керексің сен дейді. Неге? Өткен саған қанша ақша кетті дейді. Құдаларға аямай кигіздік дейді нелерді. Киітін бердік, алтын, бриллиантын тақтық. Балам, көрдің бе, сенен аяған ит жесін деп қойды әкесі. Балам, сенен ешнәрсе аяған жоқпын дейді. Мен көріп жатырмын, мен қарыздан алып қалдым елге деп жатыр. Енді сен қалай да болсын бақытты болуың керексің дейді бұл келінменше. Ал бірақ неке тақырыбы үйтіп айтып жатқан жоқ та бізге. Алла Субхана Тағаланың отбасылық тақырыбында тойға дайындық солай шашылыңдар деп айтқан жоқ. Дайындықты осылай біліммен болсын деп жатыр. Сен одан сұраласың деп жатыр Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аманаттың ішіндегі ең үлкен алғашқылардың бірі ол біреудің қызын аманат қылып алдық, біз оған жауап береміз. Оған жауап береміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям білесіздер, 4 мәрте умраға барған, 5-ші мәрте үлкен қажылыққа барды. Сол қажылығын қоштасу қажылығы деп аталады. Хаджатул вада дейді. Сол қоштасу қажылығында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям құтбаға шығып, халыққа, сахабаларына уағыз айтты. Сол уағызында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы отбасы жайында айтты. Отбасы тақырыбында уағыз айтты. Және сол отбасыдағы алған жарларымыз аманат екендігін, ертең қияметте одан өте қатты сұралатындығымызды Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайталай берді дейді сахабалар. Қайталай берген соншалық біз ішімізден ойладық дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям теманы өзгертсе жақсы болар еді. Бір басқа тақырыпта уағыз айтса ғой деп ойлап отырдық ішімізден дейді. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа темаға өткен жоқ. Алейкум ниса деген сөз қайталай берді. Ей, байқаңдар, ихтият болыңдар, әйелдерінен қатты сұраласыңдар деп осы сөзді қайталауымен Пайғамбар уағыз насихатын жалғастыра берді дейді. Сосын құрметті ер азаматтар, біздің дайындығымыз солай болу керек. Ол той, құдалық, ол өз алдына оның бәрі. Ол дәстүр бойынша, ол өз кете беретін бір үрдіс. Оған қарсы шығып атқан ешқайсымыз жоқ. Оны доғарыңыздар, жасамаңыздар деп атқан да жеріміз жоқ. Менің айтқым келіп тұрғаны, одан да қаттырақ дайындық ол біліммен болу керек. Яғни сен біреудің аманат қызын алып атсың, келін сүріп атсыздар мені, Алла соған жеткізсін баршамызды. Әрбір әкенің арманы балам есейсе екен, сол балам үйлендіріп, немере сүйсем екен дейді. Қызым аман есен бой жетіп, соны өзің құтты мекеніне шығарып сасам екен. Әрбір әкенің ол арманы. Өйткені өмірге баланың келуіне себепкер болды ма, енді әке оған жауап береді. Ол аманат. Балалар Құдайдың берген аманаттары. Сол сияқты сол балаңда сенің біреудің аманат қызын алады да ертең. Сонда сіздің әулетіңізге адам қосылады. Оны дайындық демек той қандай өте қымбат тойханада, өте қымбат ресторанда немесе той өткізгеніңізбен жастар бақытты болды деген не шыққан жоқ шыққандай.
ешқандай нәтиже шықпайды одан. Яғни тойды қайда өткізсең, онда өткіз, бұл ешнәрсені шешпейді. Еш нәрсені өзгертпейді. Қараңыздар. Бәлкім сол әке ретінде, баласы ретінде, немесе біреудің күйеу баласы ретінде осы отырмыз әрқайсымыз. Біздің дайындығымыз шариғат көрсеткеніндей, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткеніндей, Алла тағала Құран кәрімде меңзегендей болу керек. Сол кезде отбасың тыныш болады. Сізден, бізден тараған балаларымызға да осы аманат өтеді иншалла ертең. Ертең олар да дәл осылай. Олар да шариғат бойынша отбасын құрып, олар да ертең болашақта балаларын солай үйлендіріп, шариғат бойынша. Осылай кетіп жатса, онда ел тыныш болады. Әрбір қосылған жастар бақытты болады. Құдай бетін Аллаға етсін, айырылысып, жаға жыртысып, соттасып, бір-бірін лағынеттеп, ондай болмайды.